Сәлеметсіздер ме, балақайлар? Әлемде әртүрлі ертегілер бар. Мысалы, тұрмыс салт, қиял ғажайып, хикаялық және жануарлар туралы ертегілер. Ал бүгін біз сендерге құмырсқаның қанағатты атты қазақ халық ертегісін ұсынамыз. Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол кісі жан-жануар, құрт-құмырсқаның тілін біледі екен. Бір күні әлгі данышпан жолаушылап келе жатады. Жарты жолға келгенде ат шалдырып, дем алып отырса, кішкентай құмырсқаның дән тасып жүргенін көреді. Оны жерден көтеріп, алақанына салып тұрып, «Қане құмырсқа, айтшы, дәнді қайда алып барасың?» деп сұрайды. «Илеуіме апарамын», дейді құмырсқа. «Оны қайтесің?» «Кейінге сақтаймын». «Көп жинайсың ба?» деп сұрайды адам. «Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын, қыстыгүні қаннен қаперсіз тынығып жатамын», дейді құмырсқа. Данышпан құмырсқаны шыр айналдыра қарай бастайды. «Басың неге үлкен? Аз сөйлеп көп ойлаймын. Белің неге қылдырықтай? Қомағай емеспін. Жылына қанша дән жейсің?» «Бір дән жеймін». «Соған қанағат етесің бе?» «Одан көп жей берсем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой». Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көрегендігіне сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болады. Қорапқа бір дән салады да, құмырсқаны соған қоса қамайды. Сонан соң су тимейтін бір жайлы жерге орналастырады. «Бір жылдан кейін келемін, дәнің бар жейтін, қамсыз жата бер», дейді данышпан құмырсқаға ескертіп. Осылайша құмырсқаның азықты қалай үнемдейтінін білгісі келеді. Бір жыл өткен соң данышпан әлгі құмырсқаға қайта оралады. Құмырсқаның өлі тірісін білмек болып, қорапты ашып қараса, құмырсқа тірі екен, дәннің жартысын ғана жепті. Бұған таңдана данышпан: «Ей, құмырсқа, сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына дәнді неге түгел жемей жартысын қалдырғансың? Не себептен сонша үнемдедің?» «Рас, мен жылына бір-ақ дән жеймін, бірақ сен мені қорапқа салып қамап кеттің, сыртқа шыға алмаймын. Егер сен мені бұл қамаудан босатуды ұмытып кетсең, тағы бір жыл қамауда жататын едім. Бір дәнді түгел жеп қойсам, аштан өлмеймін бе? Соны ойлап қанағат еттім», депті құмырсқа. Данышпан құмырсқаның шыдамдылығы мен тастай беріп қанағатына қайран қалыпты. Оған қиянат жасағанын, оны азапқа салғанын енді түсініп, «Менің істеген ісім дұрыс болмапты, кешір», деп құмырсқаны қамаудан босатып жіберген екен. Содан кейін данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйретіпті.